Қайырлы таң достар. Қалдарыңыз қалай? Егер менің түсіріп жүрген видеом, болжамдарым ұнап жатса, подписаться етіп, тіркеліп, және де комментарийларыңызды аямай отырсаңыздар екен. Жалпы айтарым, биыл тигр барысшылы келгендіктен тигр барыс ешкімді аямайтын жануар. Сол себепті елде мейірім өте аз болады. Мейірім өте аз болады екен деп елдің бәріне жаман комментарий жаза берудің қажеті жоқ. Егер жаман комментарий жазған болсақ, кімде-кім қанша ақша берсе де ол өтелмейді екен оның несі, бірақ ол міндетті түрде жазаланады деп айтылады. Мен ешкімді қорқытып отырған жоқпын, бірақ осыны естеріңізге сала кетейін. Мен қазір видео түсіруге мүлде уақытым аз болып жүр. Базы обучениесі бар, консультациясы бар, сомен. Уақытым мүлде тар болып кетті. Енді бекеш белгісіндегі адамдарға арналған, наурыз айына арналған гороскопты қабыл алыңыздар. Жалпы 2 март күні бәр жерде ай туады. Жаңа ай туады. Ол бекеш белгісіндегі адамдарға 7-ші домға келіп тұр. Жалпы 7-ші дом деген ара қатынасқа, серіктестікке жауап беретін дом. Кейбір адамдармен бірігіп бизнес жұмыс бастауға өте қолайлы. Немесе басыңыз бос болса, танысасыз, өз махаббатыңызды, өзіңіздің екінші жартыңызды кездестіретін боласыз. Жалпы осы кезде келісім шартқа отырып, серіктес адаммен жұмыс жасаған өте қолайлы. Сатып алу міндетті түрде болады. Айналаңыздағы адамдар өзгереді. 7-ші дом одан кейін бәсекелестікті білдіреді. Бір адамдармен жарысатын боласыздар. Жетінші дом одан кейін подписчиктердің көбейетінін білдіреді. Сізге тіркелуші адамдардың санын көбейетінін білдіреді. Бұл екінші наурыз күні айтуған кезде бұл жерде бізде 4 планета кездеседі. Юпитер, Нептун, ай, күн 4-еуі кездеседі. Ал Юпитер деген өте жақсы планета. Барлық сәттілікті алып келетін планета. Ол сіздерге, егер бизнестеріңіз болса, жаңа клиенттер алып келетін болады. Жаңа ұсыныстар, жаңа достар пайда болады. Ал 5-6 март күні күн мен Юпитер кездеседі. Юпитер өте қолайлы, өте сәтті планета. Ал Солнце, күн деген ол сіз. Яғни сіздің сәттілігіңіз 2 еселенеді деген сөз. Бұл сәттілікті 7-8 сентябрь аралығында туылған адамдар көп қатты сезінетін болады бәрінен бұрын. 7-8, 5-6 наурыз күндері үйленуге, танысуға, кездесуге баруға, маңызды құжатқа қол қоюға, немесе ара қатынасты қалыпқа келтіруге, егер ренжітіп алған адамдарыңыз болса, кешірім сұрауға, немесе бірге болуға, ренжісіп жүрсеңіздер татуласуға жақсы уақыт. Барлығы сіз ойлағандай болады, тек жаман ойлауға болмайды. Ал 7 март күні Венера мен Марс бірігіп 6-ші домға келіп тұр. 6-ші дом жұмыс және денсаулыққа жауап береді. Сонымен бірге басқа адамдарға қызмет ету, бір проблеманы шешуге, егер бизнесіңіз болса көмекші алуға, немесе
көмекшіңіз болмаса жаңадан көмекші алуға, сондай осындай дүниелерге жауап береді 6-шы дом. Бұл жерде сіздерге жұмыс секторына түсіп тұрғандықтан служебный роман болуы да мүмкін. Егер жұмыстарыңыз ұнамаса, жұмыстан шығып кетесіздер. Егер көмекшіңіз ұнамай жүрсе, ол кісіні де жұмыстан шығарып, басқа көмекші алатын боласыздар. Егер жұмысыңыз мүлде болмаса, жұмыс тауып аласыз. Көптен бері келе жатқан депрессия, стресс барлығы кететін болады. Уайым қайғының бәрі кетеді. Сонымен қатар сіздерде тамақ режимі өзгереді. Денсаулық болған соң, мүмкін сіздер диета ұстайсыздар, мүмкін сіздер укол аласыздар, мүмкін дәрі-дәрмек ішетін боласыздар. Сол себепті тамақтың режимі өзгереді. Жалпы осы уақытта ем алған дұрыс, қолайлы. Ал 11 март күні Меркурий 7-ші домға келіп тұр тағы. Өздеріңіз білесіздер, 7-ші дом бізде ара қатынасқа, серіктестікке, танысуға, кездесуге, көптен күтіп жүрген хатыңызды, документіңізді алуға жауап береді. Ал бізде 18 наурыз күні ай толады. Ол сіздерде 1-ші домға келіп тұр, түсіп тұр. Жалпы ай толған кезде көп адамдар, өте көп адамдар барлық жұмыстарын аяқтайды. Бір проектіні бітіресіз, немесе көптен бері ұнамай жүрген арақатынас аяқталады, ремонт бітуі мүмкін, жұмысты аяқтауыңыз мүмкін, немесе шетелден саяхаттап келуіңіз мүмкін. Жалпы өмірдің бір циклы аяқталады. Одан кейін барып келесі цикл басталады деген сөз. Ал 19-шы, 20-шы, 21-шы сентябрьде туылғандар осы айдың толғанын көбірек сезінетін боласыздар. Жалпы ай толған кезде адамдар қатты ашуланшақ болады, эмоциясы көтеріліп кетеді. Сонымен қатар сіздерде 1-ші дом стильге де жауап береді. Мүмкін сіздер шашыңыздың түсін ауыстырасыздар, прическаларыңызды ауыстырасыздар, киім үлгілеріңізді ауыстырасыздар. Көктемге мүлде жаңа адам болып шығайын деп стильді ауыстыруларыңыз ықтимал. Ал 21 марттан бастап арақатынас, серіктестік тақырыбы тоқтайды. Содан кейін ақша тақырыбы сіздерде өзекті болады. Айдың аяғына дейін ақша тақырыбы сіздерде өзекті болады. Себебі 21 мартта күн 8-ші домға келіп тұр екен. 8-ші дом басқа біреуден келетін ақшаны білдіреді. Сіздің зарплатаңыз емес, еңбек ақыңыз емес. Ол мүмкін көптен бері грант мемлекеттен ала алмай жүрген грантыңызды аласыз, алимент болуы мүмкін, мүмкін страховая компаниядан түсуі мүмкін, кредит алуыңыз мүмкін, енді басқа біреуден аласыз ғой, кредит болуы мүмкін, мұра болуы мүмкін, инвестициядан түскен ақша болуы мүмкін. Жалпы ақшалай сыйлық ата-анаңыз беруі мүмкін, көп қой енді. Жолдасыңыздың ақшасы беруі мүмкін, жолдасыңыз сізге ақшалай көмек беруі мүмкін. 28 март күні Меркурий 8-ші домға келіп тұр екен. Маңызды құжаттарға қол қоясыздар. Жаңағыдай 8-ші дом басқа біреуден ақша түсіп тұр тағы да. Айдың 21-нен бастап сіздерде айдың аяғына дейін ақша тақырыбы өзекті болып тұр. Басқа біреуден ақша келеді. 28-ші наурыз күні танысуға, кездесуге жалпы керемет ай. Егер бұл айда менің жолдасым бар деп айтсаңыздар, ол серіктеспен жұмысты білдіреді. Менің енді болжамым осындай.
бар болыңыздар, бай болыңыздар, бақуатты болыңыздар.